Көп рахмет, Айгүл. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Эфирде жаңа уақыт, студияда Айгүл Әбілғали. Халқымыздың саны 20 миллионға жетті. Мемлекет басшысы отандастарымызды Ақжолтай жаңалықпен құттықтады. Бақытты отбасы, бақуатты елдің негізі. Мемлекет отбасы құндылықтарын нығайтуға, ана мен баланы қорғауға баса мән береді деп жазды Қасым-Жомарт Тоқаев X парақшасына. 20 миллионшы тұрғынның бірі Тамире Сұңғатқызы ұлттың ясы саналатын қасиетті Ұлытау өңірде туды. Сәби Жезқазғанда 14 қарашада сағат 8-ден 10 минут шыр етіп дүниеге келді. Қол аяғын бауырына алған ана мен баланы алғашқылардың бірі болып біздің сол өңірдегі тілшіміз Айзада Оразхан құттықтады. 20 аймақ 20 миллионшы қазақстандық 20 жасар әке. Тұла бойы тұңғышы дәл осындай сәйкестіктермен туады деген дүние жас әкенің екі ұйықтаса да түсіне кірмеген. Танымайтын адамды звондап құттықтап отыр ғой. Баршаларыңызға рахмет құттықтап отқан. Мен бірінші Алланың қалауымен ғой. Одан кейін дәрігерлерге рахмет. Мен емес ата-анам қатты қуанып отыр ғой. Босанғанда естіген жоқпын, жұмыстан кейін естідім. Сұңғаттың сүйген жарының да бақыттан басы айналып жүр. Алғаш ана атануының өзі атаулы оқиғамен дөпкелеріне ол да сене алар емес. Именно біз пападай істейміз деп вообще ойлаған жоқпын. Самый главный аман есен босандырып, тудырып берген адамдарға үлкен алғысым шексіз. Негізінде көп бала ана болғым келеді. Анасы мен сәбидің жағдайы жақсы. Тамирис дәрігер болжаған уақытта туған. Салмағы 3 келі, бойы 49 сантиметр. 20 миллионыншы қазақстандықтың кіндігін кесу бақыты сол күні кезекшілікте болған 38 жылдық тәжірибесі бар акушер-гинеколог Әнжан Баймағамбетоваға бұйырыпты. Бәрі жақсы болып туды. Осылай келе беріңіздер бізге, үлкейе берсін, туа беріңдер. Ұлытау облысында осы қуаныш болып жатыр. Үлкен қуаныш бізде 20 миллионыншы баланы біз әкеліп жатыр өмірге, дүниеге келді. Сол өте қуаныштымыз. Тамирис Сетжановтар әулетінің тұңғыш немересі. Көз қуанышы дүниеге келген сәтте бірінші болып нәрестені әжесі құшағына алыпты. Аллаға шүкір, бірінші немерем қазақстандық жас облыстан, Ұлытау облысы, жас облыс болып жатыр. Не айтайын? 20 миллиондық азаматшасы болып атқаны өте қуаныштым енді. Айтарға сөзім жоқ. Не айтайын, жүрегім жарылып кетейін деп тұр енді. Ұлытау үшін бүгін ақтүйенің қарны ақтарылған күн. Халық саны аз өңір үшін әр тұрғыны құнды. 20 миллионшы қазақстандықтың жаңа облыста туғанын жергілікті жұртта жақсылыққа балап отыр. Бәрімізге құтты болсын. 20 миллионшы тұрғыны пайда болды. Шын айтқанға дүниеге келді Тамирис қызымыз. Ұлытау облысын Жезқазған қаласын шын жүректен құттықтаймыз. Сондықтан осы Тамирисіміз үлкен азаматша болсын, елімізге бақыт әкелсін. Жалпы Ұлытау облыс болғалы аймақта туу көрсеткіші артқан. Жыл басынан бері 3000 сәби дүниеге келді. Айзада Оразхан, Нұрлан Бақыт, Жібек жолы, Ұлытау. Тағы бір 20 миллионшы тұрғын Ақмола облысында дүниеге келді. Бұрабай ауданының Жасыл ауылында тұрады. Анасы Динара ұстаз, ал әкесі Айдар энергетика маманы. Қазақстанның 20 миллионшы тұрғын атанған Ясина үйдегі екінші бала екен. Біз 14 қараша күні сағат 7-ден аса келдік осы перзентханаға. Сосын 8-ден 10 кеткенде бала дүниеге келді. Барлығы жақсы өтті. Дәрігерлерге барлығына алғысым шексіз. Бала 4 килограмм 114 грамм болып дүниеге келді. Бойы 57 сантиметр. Ал Талдықорғандағы Әзімбаевтар әулетінде дүниеге келген нәрестенің есімі Айсұлтан. Ол отбасының 4-ші перзенті. Аймақ басшысы 20 миллионшы атанған сәбидің анасын арнайы барып құттықтап, бауы берік болсын деген ақ жарма тілегін айтты. Күтпеген жаңалық болып отыр. Біз үшін әрине қуаныштымыз, қуанышымда шек жоқ. Бәрі барлығы құттықтап жатыр. Атын қойдық, аты Айсұлтан Мұхтарұлы. Қазақ еліне қызмет етіп, батыр азаматтардың бірі болсын. Ал Жетісайлық Шәкеновтер шаңырағында дүниеге келген сәбидің есімі Асқар. Ол да үйдегі 4-ші бала. Анасы Гүлмира Слеуова 35 жаста мұғалім, ал әкесінің есімі Ерғали, қарапайым еңбек адамы. Жас отбасы дипломмен ауылға бағдарламасымен шалғайдағы ауылдарға баруға ниеттеніп отыр. Облысының әкімі Дархан Сатыбалды нәрестелі болған отбасына арнайы құттықтап барды. Арыс қаласында жүргенбіз. Сол жерде сапармен жүріп, сосын халықпен кездесіп, өзіміздің жиналысымызды өткізіп жүргенбіз. Сосын осына хабар келгеннен кейін
Осыны Жетісай ауданы Түркістан облысы дегенге қуанып сразу бәрін тастап осыны ұшып кетті. Рахмет. Бірінші кезекте президентімізге рахмет. Ол кісі құттықтауын беріп отыр. Сол құттықтауын жеткізу үшін мен арнайы келіп өздеріңізбен бірге болайық деп. Мына жерде ол кісінің мына жерде сыйлықтары бар. Ал атыраулық Мұхаммад үйдің тұңғыш перзенті. Отбасы бұл сәбиді 4 жыл күткен екен. Ана мен баланың денсаулығы жақсы. Бүгін үйлеріне шықты. Анасы Айдана Оразымбетова бұл біздің отбасымыз үшін үлкен қуаныш болғанын айтса, ал әкесі бұл үлкен тосын сый болды деп отыр. Олды болдық деп қуандық. Бүгін таңертең интернет желісінде 20 миллионшы қазақ дүниеге келді сүйінші дегесін. Мен де менің балам да соның арасында шығар десем, әйеліміз сол мезетте соғып тұр. Біздің бала 20 миллионшы болды деп, төбем көкке жетіп қуандым қатты. Мың өліп, мың тірілген қазақ тағы бір тарихи межеге жетті. Небір нәубет, зұлматтан қатар сереп селдіреген халық 20 миллионға жетті. Қалың елге айналды. Жаңа уақыт тілшілері елдің демографиялық ахуалын зерттеп 16-шы, 17-шы және 18-ші миллион боп туған жас өспірімдермен тілдесіп қайтты. 2004 жыл елде сол жылы 16 миллионшы болып Бекзат Өскенбаев дүние есігін ашқан. Анасы Нұрлыхан Өскенбаева өмірімізді өзгерткен егіздерімде беміренеді. Ол кезде жағдайымыз онша емес еді. Баспана, көлік, қаржылай сыйлық алып, бір жарып қалғанбыз дегенде де жасырмай айтты. Тіпті 6 балама 6 теледидар сыйлады дейді. 19-дағы Бекзат оқуды жақында бітірген. Жеке кәсіппен айналыспақ дейді. 20 миллионшы сәби дүниеге келіп жатыр. Ол сәбиге тілерім зор денсаулық, мол бақыт, ашық аспан тілеймін. Елімізге үлесі зор азамат болсын деп тілеймін. Ал 17 миллионшы тұрғын Шымкентте тұрады. Алтынбек Есқара 115-ші мектепте оқиды. Алтынбек бір отбасындағы 5 ұлдың 4-шісі. Айтулы күнде дүние есігін ашқан батыр оқуда озат. Қуанышты хабарды естіп қуанып отырмын. Артымнан ерген 20 миллионшы қазақстандықта шын жүректен құттықтаймын. Қазақстан халқының саны 2017 жылы 18 миллионға жетті. Алматы облысы Талдықорған қаласында өмір есігін ашқан Мүслима Самат қызы 18 миллионшы адам болып тіркелген бала. Қазақстанның 20 миллионшы тұрғынын құттықтаймын. Конституцияда жазылған адам ең бірінші Қазақстанның байлығы ол адам болатын болса, әрбір Қазақстан дүниеге келген үшін біз ерекше қуанатын боламыз. Астанада да демографиялық ахуал жақсы. 2016 жылы миллионшы елордалық болып Сайда Мұхамедияр туған. Ол қазір 7 жаста. Бір қызығы Саиданың анасы 5 күн бұрын 4-ші сәбиін дүниеге әкеліпті. Яғни нәрестесі Қазақстанның 20 миллионшы тұрғыны болуға үміттілердің қатарында болған. 4 қызым бар. Оның кенжесін ноябрь босанған. Ал ең бірінші қызым Астананың миллионшы тұрғыны болып келеді. Халық санының артуы тек туу көрсеткішімен өлшенбейді. Елдегі өлім жітім, қылмыс саны, балаларды қорғау, білім беру бәрі халықтың көбеюіне тікелей әсер етеді. Әлеуметтанушылар балабақшадан бастап жастарды жұмысқа орналастыруға дейін мемлекет бөлген көңіл мен көмектің арқасында қазақтың қатары өсіп келе жатқанын айтады. 2006 жылдан бастап мүлдем енді өлім деңгейі аз болды, аз. Қазір кезде енді соңғы жылдарда әсіресе пандемия жылдардан кейін демографиялық өсім күрт өсе бастады. Бұл енді халықтың құрылымына қатысты жалпы еңбек нарығына экономика белсенді адамдар дейміз, солардың үлесінің азаюы және балалардың санының көбеюіне алып келе жатыр. Айта кетейік, көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақылар жыл сайын артып келеді. Ел бойынша 2,5 миллионға жуық отбасы мемлекеттік жәрдемақы алады. Баланың туына байланысты жәрдемақы болады. Ол және мемлекеттік республикалық бюджеттен және де әлеуметтік сақтандыру қорынан беріледі. Оған мысалы 22 жылы алатын болсақ 470 мың жанұяға төленген. Елімізде халық саны ең көп өңір Алматы, Шымкент қаласы, Түркістан, Маңғыстау облыстары болса, соңғы кездері олардың қатарына елордада еніп отыр. Қаламқат Нысанбай, Қожабек Аханов, Жібек жолы. Қыркүйектен бастап студенттердің шәкіртақысы 20%-ға, ал докторанттар мен магистранттардікі 15%-ға артты. Жоғары оқу орнындағы профессор оқытушылардың жалақысы 350 мың теңгеге дейін, ал ұлттық университеттерде 400 мың теңгеге дейін өскен.
Жатақханалардағы орын тапшылығы 3 есе азайған. Ғылымда қаржыландыру 3,5 есе артқан. Бүгін президент қабылдауында болған Саясат Нұрбек тағы бір сүйінші жаңалықпен бөлісті. Қаныш Сәтпаев атындағы университет ғалымдары селен алу технологиясын ойлап тапқан. Бұл химиялық элемент медицинада, электроникада және шыны өндірісінде кеңінен қолданылады. Осы ғылыми жаңалықтың арқасында Қазақстан аталған сирек металды анағұрлым тиімді бағамен экспорттай алатынын айтты. Қаңтардан бастап қазақстандық әр бала ұлттық қордан өз үлесін алады. Бүгін мемлекет басшысы тиісті заңға қол қойды. Енді еліміздегі кәмелетке толмағандардың әр қайсына арнайы шот ашылады. Оған жыл сайын ақша аударылып тұрады. Түсім ұлттық қордың кірісіне байланысты болады. Нақтырақ айтсақ, инвестициялық табыстың 50% әр балаға теңдей бөлінеді. Қаражат қолға берілмейді, 18 жасқа толғанша жиналады. Оны тек білім мен баспана алуға жұмсауға рұқсат. Шоттағы ақша доллармен есептеледі, оған салық салынбайды. Айта кетейік, президент ұлттық қор балаларға бағдарламасын былтыр қыркүйектегі жолдауында ұсынып, әр отбасы елдің ұлттық байлығынан өз үлесін алуы керек деген болатын. Президент осы заңға халқымыз 20 миллионға жеткен күні қол қойды. Мұның символдық мәні бар деуге болады. Мемлекеттік кеңесші Телеграм арнасында осылай деп жазды. Ерлан Қарин 20 миллионшы нәрестенің туы күтпеген құбылыс дейді. Себебі халықаралық және отандық сарапшылар бізді бұл межеге келесі жылы жетеді деп болжаған. Ал Біріккен ұлттар ұйымының жорамалы тіптен ақиқаттан алыс болып шықты. Олар Қазақстан бұл межеге 2030 жылға қарай жетеді деп жобалаған. Бірақ еліміз халқымыздың өсіп өнуі ең оптимистік болжамнан асып түсті деп жазды Ерлан Қарин. Енді балалар немесе олардың заңды өкілдері Біріккен ұлттар ұйымының бала құқықтары жөніндегі комитетіне тікелей шағымдана алады. Тіпті осы халықаралық ұйымның сайтына жазып, арызын пошта арқылы жолдауына болады. Кеше мәжіліс тиісті халықаралық факультативті хаттаманы ратификациялады. Халықаралық құжаттың мән маңызын оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев бізге кеңінен түсіндіріп берген еді. Бірге көрейік. Ғани Бектайұлы, Біріккен ұлттар ұйымына дұрыс шығар, бірақ біз іште бұл шаруамен өзіміз бұл шаруаны тындыра алмай отырмыз ба? Бұл не береді, қандай мүмкіндіктер береді, соны ашып айтып түсіндіріп берсеңіз. Бұл біздің мемлекетімізге ешқандай салт дәстүрімізге, біздің отбасыларымыздың ішкі жаңағы мәселелеріне ешқандай қауіп төндіретін дей заң емес. Керісінше, тиісінше жалпы бұл барлық тиісті жаңағы деңгейдегі сот орындарынан мәселесі шешілмеген жағдайда, жоғары сотқа дейін жетіп, бұл жерде мәселесі шешілмеген жағдайда ғана бұл жаңағы комитетке шағымдануға мүмкіндігі болу қарастырылған. Жалпы балаға қатысты кез келген проблема болса болды. Бұл жерде енді конвенцияда көрсетілген 6 топтағы проблемалық мәселелер баланың құқығына қатысты. Бұл жаңағы баланың тегін білім алуына қатысты, оның денсаулығының қауіпсіздігіне қатысты, оның жалпы жаңағы қауіпсіз өмір сүруіне байланысты, отбасының болуына байланысты, тағы сол сияқты 6 бағыттағы жаңағы құқықтар қарастырылған. Яғни өзіміздің деңгейінде, өзіміздің деңгейімізде бұл мәселелердің толыққанды шешіліп отқанын біз көріп отырмыз. Ал енді бұл да жақсы балалардың құқығын қорғаудағы үлкен мүмкіндіктер ғой. Яғни біздің мемлекетіміздің ашықтығын және балалар құқығын қорғаудағы ұстанымын көрсетеді. Яғни мемлекет әлемдік аренада біз өз балаларымыздың құқығын қорғап отырмыз, ары қарай қорғай да береміз, оны толыққанды қамтамасыз етуге жұмыс жасап отырмыз. Егер де олай болмаған жағдайда, мысалы, жаңағы хабарлама рәсім арқылы бізде кейін көріп отыратын боламыз, ондай мәселелер шешілмей жаңағы комитетке жаңағы шағым түскен жағдайда. Бүгінгі күні өзіңізге белгілі, тамыз айының соңында президенттің тапсырмасына сәйкес мына балалардың құқықтарын қорғауға қатысты бірінші рет кешенді жоспар қабылданды. Оның ішінде балалардың толыққанды жан-жақты құқықтарын қамтамасыз етуге қатысты барлық іс-шаралар қарастырылған. Сол себепті жалпы
бұл бағытта атқарылып жатқан жүйелі жұмыстардың бұл жалғас іспеттес, және біз бұдан да ары қарай барлық деңгейдегі балалардың құқықтарын қорғауды, оны толыққанды қамтамасыз ету жалғастыра беретін боламыз. Былтыр мысалы өзіңізге белгілі балалардың жаңағы индексі қабылданды. Әр аймақтағы балаларға қандай деңгейде жағдай жасалып жатқандығы, оның қауіпсіздігі қаншалықты деңгейде қорғалып жатқандығы тұрғысынан үлкен құжат қабылданды. Сол құжаттың шеңберінде біз қазір бүкіл аймақтардағы балалардың бүкіл құқықтарының қамтамасыз етілуі тұрғысынан үлкен мониторинг жүргізіліп отыр. Сол арқылы біз жалпы бұл бағытта қандай жұмыстарды күшейтуіміз керек, қандай қарекеттерді жасау керек екендігін біз байқап, бағдарлап, осыған қатысты тиісті іс-шараларды қабылдап отырмыз. Сонымен қандай жұмыстар атқару керек? Жалпы бірінші кезекте балалардың денсаулығына қатысты мәселелерге қатты ден қойылу керек. Бұл бағытта енді тек қана оқу-ағарту министрлігі ғана емес, тиісті құзыретті органдар. Бұл кешенді бағдарламада барлық осыған қатысты жаңағы мемлекеттік органдар өзінің іс-шараларын жоспарлаған. Одан бөлек жаңағы балалардың мынау сырттағы немесе қылмысқа қатысты, буллингке қатысты бағыттардағы да қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында да Ішкі істер министрлігінің оқу-ағарту министрлігімен бірлескен іс-шаралар да қарастырылған. Бұл буллингке қатысты, суицидке қатысты, тағы да басқа мынау балалар арасындағы қылмыс немесе балаларға қарсы қылмыс бағытындағы дүниелердің жаңағы жоюға қатысты көптеген іс-шаралар қарастырылған. Ғани Бектайұлы, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет айтамыз. Жұмыстарыңыз жемісті бола берсін. Рахмет. Ерлі зайыптылар арасында полицей тұрып зорлық-зомбылық проблемасын шеше алмайды. Қолданыстағы заңнаманы қатаңдатқанмен бәрі түзеліп кетпейді. Озбырды тезге салудың бір жолы отбасы институтын қалпына келтіру. Бұған тәуелсіздік алған жылдары қатты соққы жасалды. Сондықтан ер үйдің иесі, ал әйел киесі танымын қайтаруға жет. Бұл жеке адамдардан бастап жергілікті атқарушы органдарға жүктелген жауапты міндет. Мәжіліс депутаттары мәселені реттеудің тетігі тәлім тәрбие деп отыр. Тұрмыстық үлкенді кішіл мәселенің бәрін қылмыстық іске айналдыру арқылы біз отбасы институтын күйретіп алуымыз мүмкін. Сондықтан да әрине заңды қатайтамыз, бірақ бұл менің өзімнің ойымша заңгер ретінде пікірім, бұл бір уақытша эффект ретінде. Сол заңды қолданғаннан бұрын осындай жағдай орын алған болса, мынадай жауапкершілік көзделген деп елге түсіндіру арқылы сол құқық бұзушылықтардың кішілі ірілі ұсақты құқық бұзушылықтарын алдын алған әлдеқайда тиімдірек. Парламент шешеді, үкімет шешеді, президент шешеді деген ешкім шешіп бермейді ол жағдайды. Әрқайсы өзіне қарау керек. Мен анамын, менің балам бар, ол бала қандай болады, мен осыған жауаптымын, мен мектепке барып қарауым керек, мен бала қандай передачаға, интернетте не қарап отыр, соған жауаптымын. Мен енемін, мен келінді қалай тәрбиелеймін, ол келіннен қандай бала туады, соның бәріне біз қарауымыз керек. Қоғамның бір адам ретінде, тұлғасы ретінде. Ал сенатор Жанна Асанова озбырлық жасағандарды мемлекеттік және күштік органдарға жұмысқа орналасуын шектеу керек дейді. Депутат қару елену құқығынан айыруды сұрап отыр. Депутат Дархан Қыдырәлі болса, харассмент мәселесі өзекті екендігін айтты. Елдің еңбек министрлігі мен Біріккен ұлттар ұйымы сауалнама жүргізген. Қорытындысында қылмысты қымсынбай жасайтындар туралы әйелдерден анық ақпарат алыныпты. Бірақ сондай сорақылықтың алдын алатын заң жоқ дейді сенатор. Салдарынан мынадай деректер мәлім болып отыр. Зерттеуде респонденттердің жартысынан астамы Қазақстанда жұмыс орнында харассмент пен зорлықтың бар екенін растаған. Харассментке ұшырағандардың 57,6% бұл фактілердің бірнеше рет орын алғанын атап өткен. Бұл орайда харассменттің белгілі бір тұлғаға физикалық қана емес, менталды және эмоциялық қысым көрсету екенін ескеру қажет.
Шетелден келетін азаматтардың дербес деректері сақталады. Бұл ұлттық мүдде мен қауіпсіздік үшін қажет. Бүгін Сенатта ақпараттық қауіпсіздік туралы заң жобасы талқыланды. Ал отандастардың жеке басын куәландыратын құжаттардың қағаз көшірмелерін жинауға, өңдеуге керісінше тыйым салынбақ. Жалпы құжат жеке мәліметтердің айналыммен сақталу бағытында мемлекеттік бақылауды күшейтіп, құқықтық базаны қалыптастыру қажет. Бірақ мәселе өзекті болғандықтан заң жобасы екінші оқылымға қалды. Сонда да депутаттар уәкілетті орган құрылатынын айтты. Осылайша цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі жанынан жоспарсыз тексеру жүргізу тетігі күшейтілмек. Дербес деректерді заңсыз пайдаланатын жағдайда бірден осы арнайы орталыққа реттеушіге операторлардың хабарлауы міндеттелген. Бір жұмыс күні ішінде деп қазір қаралып отыр. Енді Қазақстан коксты шетелден сатып алмайды. Өйткені бүгін Қарағандыда кокс өндіретін ірі зауыт іске қосылды. 2 жыл бұрын қазығы қағылған кешен жылына 400 мың тонна өнім өндіре алады. Бұл жаңалық Астанада өткен қазақстандық қамту 2.0 халықаралық форумында айтылды. 2000-ға жоқ делегат қатысқан жиында құны 58 миллиард теңге болатын 15 келісім шарт жасалды. Толығырақ әріптесім Алтынбек Амит баяндайды. Қазақстан өнеркәсіптің орталығы болу керек. Форумда сөз сөйлеген премьер-министр Әлихан Смайылов осылай деді. Оған елдің әлеуеті мен ресурсы жетеді. Қазір елімізде импорт көлемі әлі де 46%-дан төмендемей тұр. Сондықтан отандық кәсіпкерлер мен ірі компанияларға қойылатын талаптар қысқарады. Қазірдің өзінде бизнеске қойылатын 9000 артық талап алынып тасталған. Жыл соңына дейін тағы 1000-ға жуық ереже қысқарады. Мәселен, мұнай-газ саласында сатып алулардың ең үлкен үлесі 3 ірі консорциумға тиесілі. Бұл бүкіл энергетика саласындағы сатып алулардың 75%. Басқа салалар туралы айтатын болсақ, тау-кен секторында сатып алынатын отандық тауарлардың үлесі 15%. Машина жасауда 13,5%, фармацевтикада 20%. Сондықтан Атамекен ұлттық палатасының қатысуымен өндірушілер мен ірі кәсіпкерлер арасында іскерлік байланыстар орнату бойынша жүйелі жұмысты ұйымдастыру маңызды деп санаймыз. Жыл басынан бері қазақстандық сатып алулардың көлемі 3,5 триллион теңгеге жеткен. Оның 1,9 триллион теңгесі жергілікті өнімнің үлесіне беріліп отыр. Ал жалпы ішкі өнімнің 19% ғана отандық өндірушілерге тиесілі. Сондықтан қазақстандық компанияларға қолдау көрсету үшін өз өнімдерімізді пайдаға асыруымыз қажет дейді сарапшылар. Мы должны сделать ставку. Өкінішке орай Қазақстанда тау-кен металлургия кәсіпорындары сатып алатын тауарлардағы жеткілікті қамту үлесінің теріс динамикасы байқалады. 2014 жылы бұл үлес 24,3%-ды құраса, 2022 жылы 16%-ға дейін төмендеді. АСПР мәліметтері мен Dasco Consulting Group есептеулеріне сәйкес 30 жыл ішінде тау-кен өнеркәсібі 3 есеге жуық өсті. Ал өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс 90 жылдардағы деңгейін әрең қалпына келтірді. Отандық өңдеу өнеркәсібі комитетінің төрағасы айтып отырған мәселенің шешімі импорт үлесін азайту. Бұл бойынша жеңіл өнеркәсіптен бастап тау-кен саласына дейін қазақстандық компанияларды көбейтуді мемлекет басшысы да айтқан. Соның бір қадамы Қарағандыда бүгін іске қосылған кокс өңдеу зауыты. Зауыттың ашылу салтанаты форумда онлайн байланыс арқылы көрсетілді. Запускаемся. Жаңа кәсіпорында 120 адам жұмыс істейді. Жобаға 40 миллиард теңгеден астам инвестиция құйылған. Мұнда негізгі өнімнен бөлек жылына 72 мың тонна көмір шайыры мен көмір майын өңдеуге мүмкіндік бар. Зауыт импортты алмастыру бағдарламасы аясында жүзеге асырылған серпінді жобалардың бірі. Алтынбек Амит, Қошқарбай Қалиев, Жібек жолы. Қытай мен Өзбекстан өндірушілері Қазақстанға импорттайтын аяқ киімдерді тегін таңбалауға дайын. Тауарлардың көп көлемін экспорттау барысында олар арнайы кодты жабыстыруға жұмсалатын барлық шығындарды өз мойындарына алмақ. Бүгінгі таңда Қазақстанда аяқ киім тауарлары айналымның 96% импортқа тиесілі. Бұл нарықтың дамуына көлеңкелі бизнес айтарлықтай кедергі келтіріп отыр дейді мамандар. Ал таңбалау салық төлеуден жалтаратын кәсіпкерлерге тұсау салмақ. Қазақстанға аяқ киімнің 50%-ға жуығы көлеңкелі жолмен жеткізіледі. Яғни әрбір екінші жұп аяқ киім елге заңсыз әкелінеді деген сөз. Олардың басым бөлігі Қытайдан алынады. Салықтан жалтарып, сапасыз өнімдерді сататын кәсіпкерлерді анықтау мақсатында 2 жыл бұрын аяқ киім өнімдерін таңбалау міндеттелді. Бизнесмендерге қолайлы әрі қаражатын үнемдеу үшін таңбалау мен қадағалау бойынша бірыңғай оператор барлық шетелдік өндірушілермен белсенді келісім жасасып жатыр.
Мы также активно ведем переговоры. Соңғы 2 айда фабрикалармен кездесіп, келіссөздер жүргіздік. Қытай, Өзбекстан тауар өндірушілері тегін таңбалауға ниет танытты. Оның үстіне таңбалау бағасы көп те емес, шамамен 20-30 теңге. Ал ел ішінде кәсіпкерлерге түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Аяқ киімдерге таңба тағу әсіресе тұтынушыларға тиімді. Бар болғаны арнайы мобильді қосымша арқылы белгіні сканерлеп, сапасын қай елден қашан жеткізілгенін білуге болады. Если коротко о процессе, то импорттаушы немесе өндіруші аяқ киімге цифрлық таңба енгізеді. Бұл код арқылы тұтынушы тауар туралы толық ақпарат алады. Мәселен, аяқ киім таза былғарыдан ба, жоқ па біле алады. Бір сөзбен, бұл аяқ киімнің өндірілген уақытынан бастап айналымға шыққанға дейінгі жолын бақылауға мүмкіндік береді. Айта кетейік, Қазақстанда саудаланатын аяқ киімдердің 96% импорт. Міндетті таңбалау енгізілгеннен бері оның көлемі ұлғайған. Биыл 35 миллионнан астам жұпқа жетіп, 36%-ға өскен. Қазіргі таңда үкімет таңбалау талабын орындамағандарға қолданылатын айыппұл көлемін белгілеп жатыр. Одан кейін цифрлық коды жоқ аяқ киімдерді айналымға шығаруға тыйым салынады. Асылбек Тойбек, Райымбек Бегужаев, Жібек жолы. Елордада алғаш рет терапевтердің халықаралық конгресс өтіп жатыр. Оған елімізбен қатар алыс жақын шетелдерден 1000-нан аса дәрігер келген. Олар дәрілік терапияның өзекті мәселелерін жан-жақты талқылады. Конгресс аясында клиникалық фармакологиядағы соңғы технологияларды паш еткен көрме ұйымдастырылды. Шара ертеңде жалғасады. Бірнеше ауру бар науқасты емдеу өте қиын. Ондай кейбір кезде дәрігер тұғырыққа тіреледі. Себебі мысалға бір дәрі бір-бірімен сәйкес келмей қалатын кездер болады. Сондықтан қиын сондай коморбидті жағдайдағы науқастар қалай емдеу керектігі туралы бүгін конференцияда әрбір секцияда талқыланады. Ақтауда еліміздің әскери теңіз күштеріне арналған жаңа казарма пайдаға берілді. Аумағы 100 шаршы метрлік әскери нысанда қазақстандық компания бар жоғы 3 айда тұрғызған. Қажетінше қосалқы ғимарат қосу арқылы оны үлкейтуге де болады. Мобильді казарма байланыс және инженерлік желілермен жабдықталған. Қазір оған 100 матрос орналасты. Олар биыл күзде әскерге шақыртылған жастар екен. Әріптесім Айым Балтабайқызы әңгімелейді. Рота, ұйқыдан тұр! Ұйқыдан тұр! Ұйқыдан тұр! Таң сәріден кезекші команда берген бетте казарма іші қар баласы. Жас теңізшілер бірнеше минутта төсек орнын жинап, жуыну бөлмесіне барады. Ала жолақ жейделі жігіттер әскерге Орал, Павлодар, Өскемен және Тараздан шақыртылған. Соның бірі Даниал Мұрат, Алматы қаласының тумасы, болашақ журналист. Армияға өз еркімен келген. Екінші курс академический алып, осы отан алдында борышымды өтеу үшін келіп тұрмын. Ақтау қаласын әдейі таңдадым. Теңізді көру үшін, корабльға түсу үшін. Бағыма орай осы жаңа казармаға түсіп отырмын. Казарманың жағдайы жақсы, іші жылы, тамағы топ, бәрі жақсы. Жаңа ғимарат әскери теңіз базасында орналасқан. Модульді нысанға қажеттілігіне қарай штаб, санитарлық тағы басқа блоктарды жалғауға болады. Матростар жаңа казармада алғашқы даярлық курсынан өтіп жатыр. Кейін олар әртекті кемелер дивизионы, десанттық шабуыл батальоны және коменданттық ротаға бөлінеді. Әскери теңіз күштеріне бірінші рет модульдік казарма салынды. Бұның құрылысы маусым айында басталды, қыркүйекте аяқталды. Қазір бір ай бойы жас сарбаздар курсынан өтеді. Бір айдан кейін салтанатты түрде ант қабылдау рәсімі болады. Одан кейін олар нағыз теңізшілер қатарына кіреді. Келер жылы еліміздің әскери теңіз күштері тағы 6 модульді казармамен қамтамасыз етіледі. Қазір олар Каспий жағалауындағы әскери сүңгуірлер дайындалатын оқу-жаттығу кешені жанынан салынып жатыр. Айым Балтабайқызы, Берік Сұлтанов, Жібек жолы, Ақтаудан. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Құлан ауылында 300 орындық жаңа мектеп гимназиясы пайдалануға берілді. Ауданның 85 жылдық мерейтойына тұспа-тұс келген жаңа білім нысанының ашылуы шалғайдан барып келіп оқитын оқушылар мен ата-аналардың қуанышын еселеп отыр. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Жамбыл облысында биыл 25 білім нысанының құрылысы жүріп жатыр. Жыл соңына дейін жаңа 9 мектеп, сондай-ақ 5 мектепке жапсарлас салынған нысан пайдалануға беріледі. Ал бүгін Құлан ауылында 9 ай бұрын құрылысы басталған заманауи жаңа мектеп ашылды. Бүгінде облыс мектептерінің материалдық техникалық базасы нығайып, жаңа мектептер салынып, апатты 3 ауысымды орын тапшылығы бар мектептердің мәселесі рет-ретімен шешіліп келе жатыр. Бұл өз кезегінде білім сапасын айтарлықтай жетілуіне септігін тигізуде. 2023 жылы білім беру жүйесіне 284 миллиард теңге қаржы бөлініп, өткен жылмен салыстырғанда 18%-ға артып отыр.
Жаңа білім ошағында 12 оқу бөлмесі, зертхана кабинеті, кітапхана, мәжіліс және спорт залы мен асханасы да бар. Жылу жүйесі газбен жабдықталған. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың негізгі тапсырмаларының бірі мектеп салу. Біздің ұрпақтарымыздың білімін көтеру болып есептеледі. Мектеп білім бұлағы болса, білім өмір шырағы болып есептеледі. Сондықтан шырақтары жана берсін демекпіз. Келесі жылы аймақта тағы 11 нысанның құрылысы басталады. Одан бөлек жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 7 мектеп салынып жатыр. Аслан Иса, Жібек жолы, Жамбыл облысынан. Қымбатты көрермен, хабарымыз осымен тәмам. Әрі қарай Ғазиз Әбішев пен Фокс Внимание бағдарламасын қараңыздар. Ғазиз, қайырлы кеш, сөз тізгіні өзіңізде.